Қамыры езілмейтін, жыртылмайтын, жабыспайтын, қанша соссаң да формасын ұстап тұратын 3 түрлі мантының жасалу жолын көрсетемін. Дәл осылай жасап көріңіздер. Алдымен қамырын илеміз, суға жұмыртқа мен тұз салып араластырып, қатты қамыр илеп 10 минутқа тындырамыз. Ал салмасы әдеттегідей картоп, пияз, тұз бұрыштан тұрады. Енді қамырын бөліктерге бөліп жұқалап жайып аламыз, арасына аздап ұн себелейміз. Бұл бізде гармошка манты дәл пахлаваға жасағандай жасайтын боламыз. Біздің мантыларымыз әдемі көрінетін болады. Енді осылай абайлап отырып оқтауымызды ашамыз, ортасына салмасын саламыз. Мен осылай домалақтап шықтым, сонда әдемірек көрінеді. Енді орталарынан қысып бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл бізде бірінші жасалу жолы, яғни гармошка манта. Екінші түрі біз тюльпан манты жасаймыз. Өте оңай, көргендеріңізде бір-біріне қапсырып, екі жақ шетін осылай жапсырамыз. Бізде осындай қызғалдақ тәрізді манты шығатын болады. Ал үшінші жасалуын ортасынан жапсырып, көргендеріңізде екі жақ шетін бөлек жапсырамыз. Бұл бізде жабық манты, дәл осы видеодағыдай қайталасаңыздар болады. Бұрынғы мантаваркам тот басып жарамай қалды. Сол себепті Стала дүкенінен жаңа мантаварка алдым. Тегін қасында сыйлыққа блиница беріледі екен. Бұл мантаварка қыздар 18-10 маркалы таза болаттан жасалған ғой. Құлақтары да қызбайды екен. Тіпті сатенигінде қуыруға да, бұқтыруға да, сорпада дайындай беруге болады. Және ұзақ жылдарға қызмет етеді. Себебі мантыңыз сочный, кәдімгі сорпасы ағып керемет болып шығады ғой. Мына мантаварка 100% буын өзінде ұстайды екен. Ал енді баршаңызға ас болсын, дәл осындай мантаварка керек болса, Стала дүкенінен алсаңыз болады. Парақшасын белгіледім.